Сәлеметсіз бе? Енді алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келгеніңізге рахмет үлкен. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Енді сұхбатымызды бастамас бұрын бірінші сізді құттықтап қояйын деген. Жақында ұлыңыз әскери қатарына қабылданып, әскери ант қабылдады. Енді ұлыңызға барып көрдіңіз, бір айдың ішінде жауынгерлік курстан өтті. Өзгеріп пе ұлыңыз бір айдың ішінде? Қатты өзгерді деп айта алмаймын, дегенмен оның көңіл күйінде, оның сөзінде, эмоциясында біраз өзгешеліктер пайда болды. Негізі бір айдың ішінде телефон арқылы сұхбаттасу кезінде 1-2 минут беріледі ғой, жексенбі күні. Сонда байқаймында есейген сияқты. Кішкене өзгерді. Бір жылдан кейін не болатындығын өзім білмеймін. Алайда үлкен ер жігіт болып оралады ғой. Жалпы Әлихан осы әскерге бару туралы шешімді қалай қабылдады? Өзі қабылдады ма? Сіздерге айтты ма? Жалпы осы бір сәт қалай болды, сол туралы айтып берсеңіз? Қазіргі балаларымызды бәріміз білеміз ғой. Олар өзінше, өз бетінше, өздерінің еркінен бара алмайды ғой. Тіпті барғысы келмейді ғой, жасыратын ештеңе жоқ. Дегенмен кез келген отбасы, кез келген ата-ана өз баласымен үлкен жұмысты жүргізуге тиісті деп ойлаймын. Бәрі отбасынан шығады. Біз айтамыз ғой, балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Бала саған қарап өседі, саған қарап тәрбие алады, сені қайталап отырады. Өйткені әр бала үшін, әр жігіт үшін оның ата-анасы үлгі, мысал болып кетеді. Біз әр қашанда өзіміздің ата-аналарымызбен мақтанамыз. Мен ата, ана, әке сияқты болғым келеді деп айтамыз ғой, болашақта тіпті соны айтамыз. Ұлымыз да бір жылдың ішінде біздің сөзімізді естіп алып, әскер дегеніміз не, әскерге бару ол ең алдымен үлкен бір абырой. Содан бастадық біз. Өйткені 18-17 жасар балаға сіздер мынау сенің отаңды борышың деп айтудың өзі кішкене түсініксіз ұғым сияқты болып кетеді. Түсіндіре алмайсыздар сіздер. Олар соны түсінбейді. Дұрыс мағынада соны түсінбейді. Сонда біз әскер дегеніміз үлкен абырой, үлкен даңқ, содан бастадық біз. Соны түсініп болғаннан кейін бір жылдың ішінде оның ойында, сана сезімінде осындай бір ой қалыптастырды. Неге бармасқа әскерге? Жақсы, барайыншы. Сол себептен шақыру кезінде, күз айында шақыру кезінде, оның әрине кішкене қобалжыну болды. Дегенмен ешқандай стресс, депрессия болған жоқ. Еркін тұрып алып, таңертең әкесімен әскери комитетке барып келді. Осыдан бәрі басталды. Сол бір айдың ішінде ақырын адаптациядан өтіп, біраз үйреніп қалды. Одан кейін міне ант қабылдау рәсіміне бәріміз қатыстық. Оның әжесі, атасы бәрі Көкшетаудан ұшаққа мініп, бәріміз қатысып алдық. Әрине үлкен бір қуаныш болды баламызға. Жақсы, керемет. Жалпы сол Ақтауда сарбаздармен де кездестіңіз, ата-аналармен кездесу жүргіздіңіз. Сол кезде жастардың бойына, өскелең ұрпақтың бойына әскери патриоттық тәрбие беру туралы өз пікіріңізді айтып кеттіңіз. Жалпы қазіргі уақытта елімізде әскери патриоттық бағытты дамытуда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әрине, соңғы уақытта, соңғы бірнеше жылдың ішінде біздің елімізде әртүрлі жақсы іс-шаралар қабылданып отыр. Өйткені бәріміз білеміз, қазіргі кезде кез келген балаға әскерге бару деген шешімді қабылдау өте қиын. Тіпті кез келген ата-ана оны өзінше қабылдайды. Кейбіреулер жақсы қабылдайды, кейбіреулер теріс қабылдайды. Бұлай қарағанда қазіргі кезде әлеуметтік желілерде, интернетте әртүрлі стереотиптер бар. Онсыз болмайды. Әртүрлі енді бұлай қарағанда жаман оқиғаларды, пікірлерді естіп отырмыз біз. Ондай да оқиғалар бар. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Дегенмен бұл жерде кез келген ата-ана осы сұраққа философиялық тұрғыдан қарау керек. Егер біз ұлымызға дұрыс тәрбие бермесек, әскерге деген көз қарасты дұрыс қалыптастырмасақ, онда ештеңе шықпайды. Ертең мынау азаматтық өміріміз дейміз, гражданка дейміз. Онда осы азаматтық өмірде кез келген қиындықпен кездескен сәтте олар
дұрыс шешім қабылдамау мүмкін. Егер дұрыс тәрбие болмаса, әскер үлкен кең ұғым деп айтуға болады. Ол өмір мектебі. Осы бір жылдың ішінде, қазір мысалы бұрын сияқты емес, 2 жыл емес, бір жылдың ішінде отанға деген борышын атқарып жүр, өтеп жүр. Осы бір жылдың ішінде аз болса да дегенмен кез келген ер жігіттің сана сезімінде өзгерістер пайда болады. Ең алдымен басқа балалармен қарым-қатынасқа түсіп, тіл табыса алу ол кейде қиындыққа соғады. Өйткені әртүрлі жігіттер, ойлары әртүрлі, тәрбиесі әртүрлі, тіпті еліміздің жан жағынан келген, тіпті олар жолдастар да, достар да емес. Олар сол әскери өмірде бір-бірімен тіл табыса алып, келісіп алып, дұрыс қарым-қатынас жасай алады. Жалпы 2022 жылы желтоқсан айында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әскери патриоттық тәрбие мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы заң жобасының бірінші отырысы өткен болатын, сіз оған өзіңіз қатыстыңыз. Енді осы жылдың қараша айында мәжілістің кезекті жалпы отырысында бірінші оқылымында осы заң жобасы қаралды. Жалпы осы заң жобасы туралы айтып кетсеңіз, маңызы қандай, міндеті қандай, және ол жердегі өзгерістер жастарға қандай әсер етеді? Жастардың көзқарасына әсері қандай болады? Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде мәжіліс қабырғасында осы заң жобасы қарастырылуда. Бірінші оқылымнан өтті. Бұл заң жобасы әскери патриоттық тәрбие жөнінде. Әрине, осы заң жобасы арқылы біз еліміздегі барлық этаптарға қатысты өзгешеліктерді, новеллаларды, түзетулерді енгізуге тырысып жүрміз. Осы заң жобасы арқылы ең алдымен әскери өмірде болып жатқан жалпы өзгерістерге назар салып, біз әскерге кеткен сарбаздардың өмірін жақсартуға бағытталған әртүрлі новеллаларды енгізетін болдық. Мысалы, азаматтық өмірде егер олар жұмыс істейтін болса, осы жұмыстан егер әскерге шақырылатын болса, онда оның жұмыс орны сақталады. Егер білім беру орнынан шақырылатын болса әскерге, онда осы грант тағы да сақталады. Міндетті түрде гранттан ол айырылып қалмайды. Сол себептен енді осындай сияқты преференциялар өте көп. Бұдан кейін орта білім беру саласында өзгешеліктерді де енгізіп отырмыз. Тіпті алғашқы әскери және техникалық дайындық деп аталатын қазіргі кезде мектептерде осындай пән бар. Осы пәнді жүргізетін мұғалімдердің кәсібилігіне бірнеше талаптарды енгізетін болдық. Ең алдымен осы мұғалім міндетті түрде өзінің әскери борышынан өтеп беруге тиісті. Кейбір мұғалімдер өкінішке орай әскери өмір туралы біле бермейді. Осындай сияқты әртүрлі преференцияларды енгізетін болдық. Өйткені жалпы еліміздегі әскери патриоттық тәрбиесі, тіпті біздің сарбаздардың өмірі, әскерде болып жатқан оқиғалар, іс-шаралар, бұның бәрі біздің еліміздің қауіпсіздігіне қатысты. Солай ғой, әскер мықты болатын болса, кез келген елдің әскері мықты болатын болса, біздің шекарамыз мызғымас болады. Білеміз, осы телеарналарда көбіне оқушылардың тамақтану сапасына көп мән бересіз, сол туралы ой қозғайсыз. Енді жалпы осы сәтте армиядағы сарбаздардың тамақтануына тоқтап кетсек. Әрине, біздің балаларымыз үйде тәрбие алып болғаннан кейін бешбармақ, қуырдақ, бауырсақ деген толып жатқан дастархандарды көре алатындар ғой. Сондықтан әрине әскерге келіп, оны көре алмай жүр. Тамақтандыруы тығыз. Тіпті енді барлығы баланстан өткен, ешқандай басқа зиянды, мысалы чипс деп білеміз, әртүрлі газдалған сусындар, олардың барлығы жоқ қой. Ал біздің балаларымыз оны ішуге үйреніп қалған, бәріміз білеміз. Сондықтан әрине бұның барлығы әскерде жоқ. Әрине біздің балаларымыз сағынып жүр. Дегенмен әскердің өзі басында мен айттым, үлкен бір өмір мектебі. Сондықтан бұның барлығы ең алдымен зиянды заттар.
оларды ішпесе, жемесе біздің балаларымыз, тіпті олардың денсаулығы мықты болады. Бұл өте қуанарлық жағдай. Ең алдымен ата-аналарға өте қуанарлық болуға тиісті. Соңғы сұрақ айтып кетсеңіз, жалпы ана ретінде балалар, жастар әскерге баруға міндетті ме жалпы? Баламды әскерге жіберген кезде, жібермес бұрын 1 жылдың ішінде үлкен бір жұмысты, психологиялық тұрғыдан жұмысты өткізетін болдық біз. Бәріміз отбасымен бірігіп, осы жұмысты өткізетін болдық. Ол оңай емес. Сондықтан барлығы отбасынан басталады десем, дәлелім сол. Әрбір ата-ана егер өзінің бір ұстанымын ұстайтын болса, әскер ең алдымен ол абырой, отандық борыш, сонда баласы түсіне алады, ақырын түсіне алады. Ол бір күннің ішінде немесе бір аптаның ішінде жасалатын дүние емес. Уақытпен келу керек. Әрине мектеп әсер етеді. Әрине жаңа айттық қой, біз алғашқы әскери дайындық пәні қатты әсер етіп тұрады. Одан кейін орта, одан кейін әлеуметтік желілер, одан кейін интернет, одан кейін теледидарда көрсетілімдерінің барлығы қатты әсер етіп тұрады. Bir сөзбен айтқанда бұл кешендік жұмыс. Ал ең алдымен ата-анасы әскери патриоттық тәрбиесіне өзінің бір алғашқы бағытын береді, қадамын береді. Сондықтан философиялық тұрғыдан алғанда осыған біз бәріміз үлкен адамдар болып келуге тиістіміз. Бұрын осындай сұрақ болған жоқ қой. Біздің ата-бабаларымыз, жақсы ата-бабаларымыз ол өте енді бұрын айтылатын сөз ғой, біздің әкелеріміз әскерге кетіп қалған ғой. Тіпті 2 жылдың ішінде өзінің отандық борышын өтеп келген. Біздің балаларымыз неге бармасқа? Бұрын осындай сияқты жаман кейде трагедиялық оқиғалар болған жоқ деп кейбіреулер айту мүмкін. Бұлай қарағанда бұрын интернетте болған жоқ. Бұрын әлеуметтік желілерде болған жоқ, бізге әсер етіп тұрған жоқ. Осыған да назар салуымыз қажет. Ол бір. Екіншіден, қазіргі кезде күнделікті өмірде әртүрлі оқиғалар болуы мүмкін. Егер балаға дұрыс тәрбие бермесек, патриоттық тәрбие болса, әскери патриоттық тәрбие болса, немесе жалпы адамгершілік тәрбие болмайтын болса, бала кез келген қиындықпен кездескен сәтте шатастыру мүмкін. Солай емес пе? Сондықтан философиялық тұрғыдан алғанда бұл өте күрделі сұрақ. Мен тек қана өзімнің ұстанымым айта аламын. Әрине барлық жігіттерді әскерге баруға мен шақырамын. Өйткені менің балам өзгеріске ұшыраған. Сондықтан егер сіздер өз балаларына, өз ұлдарына үлкен бір былай қарағанда жауапкершілікке толы өмірді сыйлайтын болсаңыздар, онда әскерге беруге тиістіміз. Жақсы, рахмет. Енді алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, өз ойыңызбен, пікіріңізбен бөліскеніне көптен көп рахмет сізге. Өзіңізге рахмет.